Сәлем достар. Біз бүгін қайсы деген ойын ойнаймыз. Яғни балалар маған сұрақ қояды. Кім жолауық дейді, например, мен бүйтіп көрсетуім керек. Егер қате тапсам, достар мен жазықпен ұрады. Егер дұрыс тапсам, бетіне сүйеді. Сәлем достар, қалайсыздар? Біздің каналға қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта папасы. И ол дочалармен күшті ойын ойнайын деп жатыр. Ол ойынның атауы қайсы деген. Мен қазір үшін бір сұрақ қоям. Сол сұраққа папасы айтады, либо Фатиха, либо Каусар дейді. Дұрыс болса дұрыс, қате болса жастықпен ұрады ғой. В общем, төбелес драка бычыт болайын деп жатыр мына жақ. Так что, достар, бізге тіркеліп кетіңіздер. В общем, күшті ойын болайын деп тұр. Ал кеттік, дайынсыңдар ма? Сендер тұрып алыңдар. Қазір что, ұруға ыңғайлы болатындай, жастықтан ыңғайлы ұстап алыңдар. Иә. Так, ал папасы жақсылап тыңда. 1, 2, 3. Біздің үйде кім көп су ішеді? Дұрыс емес, Фатихасы көп су ішпейсің бе? Фатихасы көп ішеді. Каусар. Жататын кезде Каусар, кстати, я көп су ішетін, иә. Так, содан екінші сұрақ. Біздің үйде кім көп ұйықтайды? Фатиха. Дұрыс. Дұрыс. Сен ғой. Олар главный жас болып тұрса. Сендерге самылы ұру керек болып тұр, иә. Фатиха, сен ғой, таңертең тұрғым келмейді, анау мынау жата тұрайын дейтін сен ғой. Так. Иә, дұрыс айтады. Біздің үйде кім бірінші болып ұйықтап қалады? Каусар. Каусар кеше ұйықтап қалдың ғой. Фатиха всегда бірінші. Кеше ұйықтамадың ғой. Жоқ, Фатиха всегда ұйықтап қалады, бірінші болып. Каусар екінші долго жатады. Каусар соңында қалып қояды, мен қашан ұйықтаймын. Жарайды. Так, келесі сұрақ. Кім сабағын жақсы оқиды? Екеуі де. Дұрыс, ол дұрыс болды. Екеуі ұрса болды болып тұр ғой, общем. Так, келесі. Кім біздің үйде ең жылауық? Екеуі де. Дұрыс қой, екеуі де жылауықсың. Ұрмаймыз дейді, жан, ұрмаймыз дейді. Так, келесі сұрақ. Кім көп тәтті сұрайды? Екеуі де. Дұрыс, иә? Екеуі де көп тәтті сұрайды, иә? Сосын, кім көп қызғаншақ? Екеуі де. Дұрыс, енді ол жағын бәрі дұрыс болып кетті, иә? Так, енді кім көп төбелеседі? Кәшик. Сен көп төбелесесің ба? Иә. Кәшик көп төбелеседі, иә? Қарапас. Қорқотсың ғой. Так, қандай сұрақ қойсам екен? Кімнің қарны аша береді? Екеуінде қарны аша Фатиханікі ғой? Көбіне Фатиханың қарны ашады ғой. Достар, келесі сұрақ, мұна Ердоған деген жылап қалды сәл-пәл. Так, келесі сұрақ бізде. Қандай қойсам екен? Мә, сұрақтар. Бағана күшті сұрақтар ойымда тұрған, ұмытып қалдым сұрақтар. Қонаққа Ертуған келді. В общем, так, қыздар, сұрақ келесі. Так, келесі сұрақ. Кім біздің үйде велосипед жақсы көреді? Екеуі де. Көп велик дейді ғой. Жоқ, велик емес, біреуі негізі немет аты? Аты немет? Ролик сұрайды негізі, иә? Так. Қайсына ролик сұрайды? Туған күнде білесің, жақындағанда деймін ба. Так, келесі сұрақ. Кім атасының қызы? Фатиха. Дұрыс. Кім апасының қызы? Дұрыс, ол жағы дұрыс енді. Ал енді келесі сұрақ. Кім сәнделшек? Сәндене беретін кім біздің үйде? Кәшкентай дұрыс айтады. Дұрыс қой, сен сәндене бересің. Мама боянаш, мама помада жағаш, шашымды андай істейш, мындай істейш дейтін сен ғой. Қонағымыз қайттан кетіп қалды өз жағына, в общем. Тағы дальше сұрақ. Енді бір 3 сұрақ қойайын. Сонымен видеомызды аяқтаймыз. Ал мойның ауырып қалды ма? Так. Біздің үйде қандай сұрақтар бар еді? Ұмытып қалдым уже.
Кім жазды жақсы көреді? Мен. Оны айтпаймын ғой. Сен вообще қатысың жоқ, Фатиха мен Кәусар деп айту керексің. Так, жарайды, келесі сұрақ. Ударларды алып алдың, күшті удар алып алдың, жақсы отал. Так, біздің үйде кім мысық жақсы көреді? Ертуған. Екеуіне күшті удар кетті ғой. Соңғысы Бірақ удар дейді ғой. екеуі бірінің үстінен бірін ұрды ма, бірдеме істеді ғой. Бір жастықтың үстінен бір жастық кетті ма, сондай бірдеме болды. В общем, папамыз кішкене жақсырақ біледі екен негізі барлығын ше. Но сонда да так. Кім біздің үйде көк түсті жақсы көреді? Ертуған. Көк деп тұрады да, көк машина. Кім біздің үйде Hello Kitty жақсы көреді? Кәусар. Дұрыс. Кім біздің үйде Стичті жақсы көреді? Кәусар. Жоқ. Фатиха жақсы көреді ғой. Дұрыс емес. Кім біздің үйде папасының қызы? Екеуі де. Дұрыс. Папасы бізді, в общем, дұрыс біледі екен, достар, екі қызды. Подписка жасап қойыңыздар. Я, подписка жасап, лайк жасап, лайк басып, комментарий міндетті түрде жазыңыздар. Мына күшті қызық ойын болды ғой бір. Ұнады ма сендер? Папа біледі екен, біраз нәрсе біледі екен сендер туралы. Мен ойласам білмей қалады екен, көп нәрсе білмейді екен. Кәусар орқыз. Кәусар бірден өзі жастықты басына қойып, шашының бітшінді уқалап тастады, тоқ болып отыр басы. Индияның қыздары сияқты басына жастық қойыпты. Бір сұрақ қойшы, точно табамын. Ал давай, соңғы сұрақ қояйын. 1, 2, 3. Кім папаны ұрады? Фатиха мен Кәусар! Ұрсыңдар. Сендерге айтып тұрмын ғой. Ондай сұрақ емес па? Давай ал. Кім торт жейді? Ертуған. Ертуған торт жейді, ол несі? Бәрі жемейсің ба, не Ертуған? Мә, достар, бізде күшті қызық ойын шықты ғой, бір андай. Иә, на ойында өзім де ойнауым керек екен. Келесіде енді маған папасы сұрақ қойып отырады, мен қыздарды қаншалықты жақсы білетін. Біз болсақ осы жерден видеоны аяқтайық, достар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Пока-пока.